Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің тұрақты оқырмандарыма, маған лайк басып, пікір қалдырып жатқан оқырмандарыма көптен көп рахметімді айтамын. Ал егерде сіз менің каналымда бірінші рет болсаңыз, каналды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Бұл видеода мен сіздерге жасанды кірпікті, яғни ұзартылған кірпікті қалай дұрыс шешу керектігі туралы көрсететін боламын. Және де осы кірпік саласына келген жас слэшмейкерлердің жіберіп алатын қателіктері туралы да айтатын боламын. Мысалы, сізге клиент келіп, кірпігін шешкізіп, жаңадан кірпік жабыстыратын болса, онда осы кірпікті шешу процесін өте мұқият орындағаныңыз дұрыс. Себебі кейінгі жабыстырылған кірпіктің ұзақ тұруы кірпіктің таза болуымен тікелей байланысты. Яғни, егерде сіз кірпікті шешуге арналған составтың кішкентай бір мөлшері кірпікте қалып кететін болса, онда кейінгі жабыстырылған кірпіктің ұзақ тұруы екіталай. Сол үшін кірпікті шешкеннен кейін міндетті түрде дұрыстап тазалап аламыз. Сонда ғана кейінгі жабыстырылған кірпігіміз ұзақ сақталады. Жаңағы айтқандарым түсінікті болу үшін видеоның соңына дейін қараңыз. Видеоны көру барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазуды ұмытпаңыздар. Процесті бастаймыз. Ол үшін бізге кремовый ремувер және де микробраш қажет болады. Ремувердің біраз мөлшерін микробрашпен алып, жасанды кірпіктің түбіне жағамыз. Тағы бір айта кететін жағдай, клиенттің көзіне тиген микробрашты ремувердің ішіне қайта салмай, жаңа микробраш пайдаланамыз. Составты кірпіктің төменгі бөлігіне де жағамыз. Төменгі бөлігіне жаққан кезде өте абай болыңыз, көздің ішіне кіріп кетпеуін қадағалаңыз. Екінші көзге де тура соны қайталаймыз. Жаққан состав кірпіктің шешілуіне әсер еткенше 5-10 минут күте тұрамыз. Уақыт өткен соң пинцеттің көмегімен жасанды кірпікті ақырындап тартып көреміз. Байқағаныңыздай кейбір кірпіктер босап, шешіліп жатыр. Ал шешілмей қалған кірпікке тиіспейміз, ол кішкене уақыт тұра тұруы керек. Екінші көзге де тура соны қайталаймыз. Клиенттің кірпігіне зияны тимес үшін пинцетті қатты қыспай тартамыз. Тіпті шешілмей жатқан кірпік болса, екі пинцеттің көмегімен ақырындап екі жаққа тарту арқылы шешіп аламыз. Ең басты айта кететін жағдай, кірпікті шешіп болған соң, кірпікті тазарту үшін құрғақ мақта таяқшасын қолданамыз. Осы тұста көптеген мастерлер қателік жіберіп жатады, еш уақытта сулы мақта таяқшасын пайдаланбаймыз.
Состав жағылған кірпікті сулы таяқшамен сүртетін болсаңыз, аппақ тақтар пайда болады, кейін оны кетіру қиынға соғады. Кірпікті құрғақтай сүртіп алғаннан кейін ғана барып, кірпікті макияж кетіруге арналған мицеллярлы сумен тазалап сүртеміз. Кірпікті толық тазалауға ерінбеңіз. Қайта кірпік жабыстыратын болсаңыз, ұзартылған кірпіктеріңіз ұзақ сақталады. Екінші көзді де бағанағы әрекеттерді қайталау арқылы тазалап аламыз. Егер кірпікті осылай тазартып, қайта кірпік жабыстыратын болсаңыз, кірпіктеріңіз түсіп қалмай, ұзақ сақталатын болады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Туындаған сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдыруды ұмытпаңыз.